Алғыс хатпен Тұрар Рысқұлов ауданы нөмірі 1-ші мектеп лицейінің оқушысы Сейтжапарова Дания марапатталады. Жетекшісі Әбдікеримова Толқын ханым. Алғыс хатпен Тұрар Рысқұлов ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп лицейінің оқушысы Өмірқұл Диана марапатталады. Жетекшісі Тоқтағанова Базаркүл. Алғыс хатпен Меркі ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы нөмірі 20-шы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Мамай Ұлдай марапатталады. Жетекшісі Аманбаева Салтанат ханым. Алғыс хатпен Меркі ауданы Ақкөз Қосанұлы атындағы нөмір 18-ші жалпы орта білім беретін Тірек мектебінің оқушысы Шойбек Сымбат марапатталады. Жетекшісі Мазаханова Нұргүл ханым. Бір-бірімізге қошемет көрсетіп қолдау беріп отырайық. Мұхаммед Хайдар Дулати еңбектерінің тәлім-тәрбиелік маңызы атты эссе байқауында жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Тараз қаласы Айша Биба атындағы дарынды қыз балаларға арналған мамандандырылған білім инновация лицей-интернатының оқушысы Саурық Аружан марапатталады. Жетекшісі Сегізбаева Гүлфазира. 3-ші орын иеленген үшін Байзақ ауданы нөмір 4-ші мектеп лицейінің оқушысы Вейсалова Ясмина марапатталады. Жетекшісі Амангелдиева Әуесхан. Құттықтаймыз. 3-ші орын иеленген үшін Тұрар Рысқұлов ауданы Максим Горький атындағы орта мектептің оқушысы Таңатар Ақбота марапатталады. Жетекшісі Халбаева Шынар ханым. Құттықтаймыз. Бізде тағы да бір 3-ші орын бар. 3-ші орын иегері Меркі ауданы Иван Трубицын атындағы 17-ші мектептің оқушысы Жұмахан Ақылпан. Жетекшісі Өмірбекова Рабила ханым. Құттықтаймыз. Кезек 2-ші орын иегерлерінде Мұхаммед Хайдар Дулати еңбектерінің тәлім-тәрбиелік маңызы атты эссе байқауында жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан мектеп гимназиясының оқушысы Райымжан Алина марапатталады. Жетекшісі Арыстанбеков Фараби мырза. Дәл осы мәтінде 2-ші орын иеленген үшін Меркі ауданы нөмірі 6-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқушысы Көшербай Гүлханым марапатталады. Жетекшісі Серікова Зәуре ханым. Құттықтаймыз.